Қайырлы күн достар. Бүгін мен түрлі тоқаштар және тәтті нандар жасауға арналған 100% шығатын қамырдың рецебімен бөлісетін боламын. Піскен наныңыз өте үлпілдек, жұмсақ және нәзік болып шығады. Керек өнімдерді видео астындағы сипаттамадан қараңыз. Міндетті түрде барлық өнімдер балғын болу керек және бөлме температурасы салқын болмау керек. Ең алдымен аштық жасаудан бастаймыз. Ол үшін жылы сүтке 2 шай қасық ұн, 1 шай қасық қант және дрожжи қосып, жақсылап араластырамыз. 5-7 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде барлық қоспаңыз бөлме температурасында болу керек. Ұнды 1-2 рет алдын ала електен өткізіп қосамыз. Әрі қарай барлық қоспамызды қосып, ұнды 2-3 рет бөліп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қатты иленбес үшін ең алдымен осылай лопаткамен немесе қасықпен араластырыңыз. Ұнның ең соңғы бөлігін қосқаннан кейін жаймен қолымызбен илей бастаймыз. Ең соңында сұйық майды қосып, толығымен біріккенше жақсылап илеп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр жұмсақ болады және қолға кішкене жабысып тұрады. Енді әрі қарай бетін жауып жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілді. Енді әрі қарай қажетті формаға келтіріп, өзіңіздің наныңызды дайындауға болады. Сіздермен болған Дана Әбдіманап, келесі рецептте кездескенше.